Сәлем достар, тікелей эфир дәл сол сәтте болып жатқандықтан, ол жерден ештемені өзгерту мүмкін емес. Сол себепті тікелей эфирлерден неше түрлі қызықты жағдайлар кездесіп тұрады. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға тікелей эфирде ыңғайсыз сәтте қалып қойған адамдарды көрсетеміз. Ал сіздер видео басталмас бұрын қолдау ретінде лайктарыңызды басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жүргізуші әйел америкалық футбол ойыншыларынан сұхбат алып тұрған болатын. Кенеттен сұхбат беріп жатқан жерінен ойыншылардың бірі кеп қалды. Допты алып жүгіре бергені сол еді, жүргізуші әйелді оңдыртпай соғып кетті. Вьетнамдық жүргізушілер кешкі жаңалықты айтып жатқан кезде жүргізушінің ұялы телефонына қоңырау келе бастады. Әрмен қарай оның не істегенін қараңыздар. Күннің ыстығында тілшілердің қатты ыстықтап кеткенін сезген бұл дельфин оларды бір салқындатып алайын деп шешті. Бұл жүргізуші өрмекші адам туралы айтып жатқан кезде, өрмекші адам қайдан пайда болғаны белгісіз. Жүргізушінің алдына топ ете қалды. Оны көрген жүргізуші есінен танып қала жаздады. Әйел адам қайда жүрсе де әдемі болып тұруды ойлайды. Тіпті олар тікелей эфирдің болып жатқанына да қарамайды. Таңғы эфир кезінде студияға екі бірдей қонақ шақырылады. Олардың екеуі де әртіс болатын. Алайда жаңағы екі әртіс бір-бірін түсіне алмай, дәл тікелей эфирде бір-бірімен қырылып кетті. Мына бір жылқының кейпіне еніп алған адам бұл жүргізушіден аламай жүрген қандай да бір кегі бар. La última salida peruana, donde gustó, goleó y pegó justamente jugando de visita. La selección también siente que cuando va a tener la posibilidad. Жүргізушілердің жұмыстары оңай емес. Біреулердің үстіне бояу құйып жіберсе, ал басқалары араларымен алысып әлек. Бұл жүргізуші электроскутерді жарнамалайым деп, одан оңбай құлап түсті. Бірақ көрермендердің бір күлдіртіп алғаны анық. Жүргізуші қатты боранда сұхбат аламын деп, желдің екпініне екеуі де ұшып кетті. Тікелей эфир болып жатыр. Жүргізуші дәл сол сәтті пайдаланып, студиядағы отырған қызға сөз салды. Алайда қыз ұялғанынан үстелдің астына кіріп кетті. Мен мына жүргізушіні қатты аяп кеттім. Көшелердің бірінің ортасынан құбыр жарылған болатын. Журналистер сол жарылған құбырды түсіріп жатқан кезде, журналистің өзі балшықты суға құлап кетті. Ал дәл осы оқиға тікелей эфирге түсіп қалған болатын. Осындай сәтсіздікті ешкімнің басына бермесін. Claro, no podemos ver cómo está el terreno en ese momento. Hay un encharcamiento, como le llaman. Mira este poste de luz. Дәл тікелей эфир уақытында мақтанамын деп жүргізушінің шалбары жыртылып кетті. Ал жүргізуші болса, одан мүлдем ұялмастан оны тікелей эфирге көрсеткен болатын.
Бүгінге осы. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп, қызықты пікірлеріңізді қалдырыңыздар.